Қазақстан авто бизнес қауымдастығы 2020 жылы елімізде көліктер ең көп сатылған модельдердің топ 5-тігін жариялады. Ең көп сатылған модельдер бойынша 5-ші орында Ravon тұр. Былтыр бұл бренд бойынша 7132 көлік сатылған. 4-ші орында Chevrolet. Наурыз айында басталған бұл брендтің сатылымы жоғары қарқынмен артып келеді. 2020 жылы Chevrolet'тің 10.029 автокөлігі өткізілген. 3-ші орында Toyota. Жапон маркасының дилерлері Қазақстанда былтыр 10.081 автокөлік сатып үлгеріпті. Ал 2-ші орында Lada тұр. Өткен жылы бұл моделі бойынша қазақстандықтар 17.453 көлік сатып алған. Жалпы жыл қорытындысында Hyundai 1-ші орында көш бастап келеді. Автодиллерлер былтыр Hyundai маркалы 17.856 автокөлік сатты.